Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Кенесары Қасымұлы Абылай ханның немересі, қолбасшы, дипломат, аса көрнекті тұлға, мемлекет қайраткері. Көтерілістің басты мақсаты қазақтардың патша үкіметі тартып алған атамекен қонысын қайтарып алу, округтерді тарату, отаршылар енгізген алым-салықтарды жою еді. Қозғаушы күш ретінде көтеріліске қатардағы қарапайым халық, сондай-ақ старшындар мен би, батырлар, тіпті сұлтандар да қатысты. Бір 1837 жылы Кенесары Қасымұлы жетекшілігімен көтеріліс басталды. Кенесары жасақтарының белсенді әскери іс-қимылы 1838 жылдың жазында басталды. Ол Ақмола бекінісіне таяу елді мекенді 6 күн бойы қоршауда ұстап, өртеп жіберді. Осы шайқаста басқара батыр мен 255 жауынгер ерлікпен қаза тапты. 1841 жылдың қыркүйек айында 300-дің өкілдері бас қосқан жиында Кенесары Қасымұлы хан сайланды. Сөйтіп, қазақ хандығы қалпына келтірілді. Кенесары 20 мың сарбаздан тұратын әрі жауынгерлік қабілеті күшті тұрақты әскер жасақтай алды. Кенесары әскері жүздіктер мен мыңдықтарға бөлінді. Ерлігімен ерекше көзге түскен сарбаздардың қатарынан 100 басылар мен 1000 басылар тағайындалды. Кенесары Құралайды көзге ататын мергендерден іріктеп, мерген басы басқаратын ерекше жасақ құрды. Кенесарының негізгі әскери күштері 1844 жылдың тамызында Екатерина станицасына шабуыл жасады. 1847 жылғы сәуірде Кенесары 10 мыңдай қолмен Қырғызстанның жеріне өтті. Қырғыздармен шайқас Ыстықкөл мен Шу өзенінің жоғарғы ағысы аралығында Кекелік Сеңгір тауының қойнауында өтті. Кенесары көтерілісі жеңіліспен аяқталса да, оның ерлігі халық жадында мәңгі сақталады. Кенесары Қасымұлының өмірі мен қызметі болашақ ұрпаққа өшпес өнеге.